Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге, қараңыздар, кішкентай балаларға арналған осындай сүйкімді пинеткаларды тоқып үйренетін боламыз. Бұл пинеткалар дайын табанымен тоқылады қыздар. Табанды қайдан алғанымды мен Инстаграм парақшамда дәл осы пинеткалардың сүйреті тұрған постта жазып кететін боламын. Видеоның описаниесінде Инстаграм парақшама тікелей ссылка бар. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Пинеткалардың размері табанның өзі 11,5 сантиметр, обвязкасымен бірге 12 сантиметр. Яғни 9 айдан бастап 1 жасқа дейінгі балаларға келеді. Егер ұнаса, менімен бірге тоқып үйренуге шақырамын. Тоқымамызды бастамас бұрын қыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Қандай дайын табандар? Бұл табандардың асты сүйретпен әрленген болып келеді, ал ішкі жағы киіз сияқты болып келген. Баланың табанына суық өтпейді. Ешқандай астар тоқымай-ақ осының өзіне тоқи беретін болсаңыздар, баланың табаны жылы жүреді. Және жіп, плюшевый жіп атауы мынандай. Қалай оқу керектігін білмеймін, сондықтан да өздеріңізге скрин жасап алсаңыздар болады. Бұл жерде крючок номері 4,5 мм делінген. Мен 4 мм крючокты пайдаланатын боламын. Және де бізге өте жіңішке крючок керек болады қосымша. Себебі бізде табанның тесіктері кішкентай. Қараңыздар. 4-ші крючогымыз сыймайтын болғандықтан 2 мм сынды бір жіңішке крючогымыз керек болады. Осылай кіргізіп, жібімізді тартып шығаратын боламыз жіңішке крючокпен. Содан кейін бірнеше маркер қажет, 2 түйме қажет. Біздің пинеткамыз мына жерде түймемен ашылып жабылады қыздар. Түйменің диаметрі бізде 1 сантиметр 8 мм. 18 мм ғой. Одан кейін қайшы, тоқыма жіптеріне арналған көзі үлкен ине, жіптің ұшын жасыруға керек болады. Және блокнот пен ручка қыздар. Кішігірім схемасын сызып көрсетемін сіздерге. Тоқып бастамас бұрын бірінші табанды мұқият қарап алыңыздар. Егер де бірнеше табан алған болсаңыздар, бір-бірімен араласса, олар дұрыс келмей қалады. Әрқайсысы сыңарымен жүреді. Міне, мынау оң аяқтікі, мынау сол аяқтікі. Табанның ішкі жағы ойық болып келген ғой, мінекей. Осыған қарап алыңыздар, және де мына тесіктерін санап шығыңыздар. Мына жақта қанша тесік болса, екіншісінде де дәл сонша болсын. Кейде болады, кейбір тесіктері тесілмей қалады. Мына жерде менде тесігі жоқ, соны өзіміз бірінші тесіп дайындап аламыз. Енді екі жағында да 25 тесігі бар. Енді біз бастаймыз өкше жағынан. Өкше жағын аламыз да. Кез келген мына екі тұрған тесіктің біреуінен бастай бересіздер. Мына жақтағынан бастаймын. Немесе мынадан бастай берейін. Ешқандай түйін жасамай бірден бір петляны осылай тартып шығарамыз. Жіптің ұшы, бұны қазір тоқымамыздың арасына қосып отырып тоқып кетсек болады. Бір петля тартып шығарамыз. Қайтадан осы тесікке біз екінші столбигімізді тоқымыз. Әр тесікке 2 столбик без накида тоқып шығамыз. Біреуін тоқыдық. Келесі екіншісі. Өте қатты тартпаңыздар қыздар. Себебі мына крючоктың размері кішкентай ғой, мынаның барлығын қатты тартып тастайтын болсаңыздар, келесі қатарда үлкен крючокпен тоқыған қиындау болады. Төбінің барлығы тығыз болып қалады. Сондықтан сәл бостау тоқыңыздар. Немесе былай тоқсаңыздар болады. Тек жіпті тартып алатын кезде ғана жіңішке крючокты пайдаланасыздар. Жіп тартып алынды. Енді кәдімгі основной крючокпен тоқисыздар. Қайтадан осы жерге жіңішке крючокпен жіпті тартып аласыздар. Основной крючокпен тоқисыздар.
Сол кезде мына жоғары жақтағы петляларыңыз тартылып қалмайды. Мына жіпті тоқыманың арасына бірге қосып отырып, осы жиегімен қосып отырып тоқисыздар, қыздар. Біреу. Мінекей осылай айналдыра отырып, соңғы тесікке дейін өздеріңіз тоқып шықсаңыздар болады. Қазір паузаны басып қойып. Тоқып болды. Мына кішкентай крючоктың қажеті жоқ. Қатарымызды бас жағымен біріктіруіміз керек. Ең бірінші тұрған петляға крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін осы петлядан және крючоктағы петлядан тартып шығарамыз. Енді қараңыздар, әрі қарай біз келесі бірінші қатар тоқуымыз керек. Бізде барлығы мына тесіктері 25 болған болса, әр қайсысына 2 столбик без накида тоқығаннан кейін бізде 50 столбик без накида болды. Яғни бізде мында қазір 50 столбик без накида. Біз мына әр петляның үстіне бір столбик без накида тоқуымыз керек, мына жоғары қарай көтеруіміз керек. Бірақ та сіздер ровно 50 қылып тоқымайсыздар, ровно 50 емес, 4 немесе 6 столбикке кем қылып тоқимыз, қыздар. Мысалы мен 4 столбикке кем тоқимын. 46 столбик без накида шығаруым керек. Міне дәл мына жерде ортасынан бастап, мен кішкене шет жағында тұр ғой, осы жерден бастап мына жартысына дейін, примерно осы жерге дейін, мына жартысына дейін 23 столбик тоқуым керек. Получается, мына жерде арасында 2 петляны тоқымай кетуім керек мына жағында. 23 тоқимын. Одан кейін келесі екінші жағынан 23 тоқимын. Сонда менде 46 столбик без накида шығады. Сол бірінші қатарды ғана санап аламын мен. Мына жерде бір воздушная петля тоқимыз. Одан кейін мына артқы жағын бөлігінде, алдыңғы жақ бөлігінде арасында пропускать етуге болмайды. Мында әр петляға тоқуымыз керек. Пропускать етеміз біз мына жерде ғана, екі жақ шетінен ғана. Так, мынау бізде өкше жағы, Мінекей, 1 2 3 петляларды тартып отырып тоқыңыздар. Бос тоқитын болсаңыздар, онда пинеткамыздың төмен жағы кең болып кетеді. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 болды бір жағында. Енді екінші жағынан да 23 тоқуым керек. Біз қатарды бастадық қой, сол жерге дейін. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, және мына түбіне 23-сін тоқимын. Болды, әрі қарай уже санаудың қажеті жоқ. Мына тұрған әр петляның үстіне тоқи береміз. Мінекей біріншісі, мынау екіншісі. Осы тұрған әр петляның үстіне санамай-ақ уже тоқи берсеңіздер болады. Негізі сол, егер мысалы сіздерде бас кезінде 50 столбик шыққан болса, содан 4 столбикқа кіші қылып алсаңыздар болады. 6 емес, 4 столбикқа. Тығызырақ қылып тоқимыз. Жегі бізде тігінен көтерілу үшін. Бұл бізде уже екінші қатар. Мына ең бірінші тоқығанымыз қатар болып саналмайды, қыздар. Одан кейінгі міне. Бір қатар тоқыдық, қазір екінші қатар тоқып жатырмыз. Осылай 3 қатар тоқып шығасыздар. Неказына өкшесіне келген кезде екінші қатар бітеді. Одан кейін айналдыра отырып, тағы үшінші қатар тоқимыз. Екінші қатарды да болдық. Келесі үшінші қатар. Осы үшінші қатарды тоқу барысында өздеріңіздің тығыздықтарыңызды қадағаласаңыздар болады. Үшінші қатар тоқыған кезде сіздердің пинеткаларыңыздың бортигі мындай тегістеле бастау керек. Осылай тігінен көтеріле бастау керек. Егер де үшінші қатарды тоқып бола берген кезде бәрібір де былай кеңірек болып тұратын болса, онда сіздерге екі қатарды тарқатып жүріп, қайтадан тығызырақ қылып тоқып шығу керек болады, қыздар.
Мінекей өкшесіне келдік. Осылай болып шықты. Енді бізге пинеткамыздың тұмсық жағын шығару керек. Яғни тұмсық жағында біз убавка жасаймыз. Дәл алдынан қарап бізге центрін тауып алу керек. Примерно өздеріңіз көресіздер ғой. Міне центр болса, центрдан 1, 2 мына тұрған 1, 2, 3, 4. Осы 4 петляға дейін екі жанынан 3 убавка жасауымыз керек. 1, 2, 3 убавка жасаймыз. Одан кейін маркер тұрған жерден бастап 1, 2, 3, 4 столбикті жеке тоқимыз да. Екінші жақ шетінен де 1, 2, 3 убавка жасауымыз керек. Әзірге еш убавкасыз тоқимыз. Убавка деген ол бізде екі петляны қосып тоқу. Маркерге дейінгі мына екі петляны қосып тоқимыз. Бірінші убавка болады. Одан кейінгі екі петля. Екінші убавка. Келесі үшінші убавка болады. Яғни мына жерден бастайтын болсақ, қазір мен 1, 2, 3, 4, 5 столбик тоқимын әлі. Бір, екі, үш, төрт, бес столбик тоқып алдым. Енді мұнда бізде 6 петля қалды. Маркерге дейін 1, 2, 3, 4, 5, 6 петля. Осыларды 2-2-ден біріктіреміз. Міне убавка былай тоқылады. Бірінші петляға крючокты кіргіземін, жұмыс жібін тартып шығарамын. Келесі жанындағы екінші петляға крючокты кіргіземін, жұмыс жібін тартып шығарамын. Крючогымызда 3 петля, үшеуін бірге қосып тоқимыз. Получается, біз мына 2 петляны бірге қосып тоқыдық, яғни убавка жасадық. Одан кейінгі 2 петля. Крючокты кіргіземіз, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючокта 2 петля тұр. Келесі петляға крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля тұр, үшеуін бірге қосып тоқимыз. Міне 2 убавка жасалды, соңғы 3-ші убавканы жасаймыз. Крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Келесіне крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Үшеуін бірге қосып тоқимыз. Сәл тығызырақ қылып тоқып отырыңыздар. Енді мына маркерден бастап 4 петляны біз убавка жасамай тоқып шығуымыз керек. 1, 2, 3 және 4-шісін тоқыдық. Қайтадан екінші жақ шетінен біз 3 убавка жасауымыз керек. Крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығардық. Келесінен де крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Үшеуін бірге қосып тоқимыз. Бірінші убавка. Мынау бізде екінші убавка және үшінші убавка. Мінекей крючокта 3 петля, үшеуін бірге қосып тоқимыз. Міне алды. Тұмсық жағы шығып келе жатыр бізде. Бұл біздің 4-ші қатарымыз. 3 қатарды тігінен тоқыдық. 4-ші қатарда пинетканың тұмсығын шығарып бастадық. Қатарымызды соңына дейін тоқып шығамыз. Қатардың соңы бізде пинетканың өкше жағында.
Неке, мына жерден бастап біздің тоқымамыз біріккен болатын. Осы жерден бастап бізде уже келесі қатар басталып кетеді. 1, 2, 3, 4, 5-ші қатарымыз. Так, әрі қарай біз қалай тоқимыз, қазір мен сіздерге сызып көрсететін боламын. Қараңыздар. Мынау бізде тұмсық жағы пинетканың, иә? Тоқымамыз арт жағынан басталады. Осылай қарай тоқып бастаймыз. Так, тұмсығында біз мына 4 петляны белгілеп алдық. Бұларды еш өзгеріссіз тоқыдық. Осы 4 петляның екі жақ шетінен біз 3 убавка жасадық. Яғни 2 петляны қосып тоқыдық. Одан кейінгі 2 петля қосылып тоқылды. Және 3-ші міне убавкамыз. Оған дейінгілер бізде ешқандай убавкасыз тоқылды. 1, 2, 3 убавка жасадық. 4 петляны әрқайсыда бір столбик тоқыдық та, екінші жақ шетінде де тағы да 3 убавка жасадық, қыздар. Енді бізде қазір мыналардың әрқайсының арасында осындай петлялар тұр. Бізге қазір мына тұрған 4 петляның ең ортасынан осылай белгілеп алуымыз керек, соның екі жақ шетінен міне. Яғни қазір ортасында енді біз 3 петляны убавкасыз, еш өзгеріссіз тоқимыз. Оның алды жағынан мына екеуін қосып тоқимыз. Мына екеуін қосып тоқимыз. Және тағы да 3 убавка жасаймыз. 3 убавка, 3 столбик еш өзгеріссіз тоқылады. Және одан кейін тағы да 3 убавка болады. 1, 2, және 3-ші убавка. Так, мынау бізде 4-ші қатар болған болса, қазір 5-ші қатар тоқимыз. Неке 4 петлямызды тауып аламыз. Мына убавка, міне 4 петлямыз. Осының ең ортасы. Ең ортасы және екі жағы. Мына 1, 2, 3 петляны дәл ортасында қалдырамыз. Ал оған дейін біз қазір 6 петляға убавка жасауымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерге дейін тоқимын. 1, 2, 3, 4 столбик тоқып шығам қазір. 1, 2, 3, 4 столбик тоқыдым. Маркерге дейін 6 столбик бар. Схемада да ол көрініп тұр. Мына жерге маркер қойған болса, мында 1, 2, 3, 4, 5, 6 петля қалды. Осыларды қосып тоқып шығамыз қазір. Біреуіне кіргізем, жұмыс жүгін тартып шығарам. Екіншісіне кіргізем, жұмыс жүгін тартып шығарамын. Бірінші убавкамыз. Енді екінші убавка. Және маркердің алдындағы 3-ші убавка. Маркер тұрған жерден бастап 3 столбикті еш өзгеріссіз тоқып шығамыз. 1, 2, 3. Қайтадан екінші жақ шетінде 3 убавка жасаймыз. Бірінші убавкамыз, екінші убавкамыз және 3-ші убавкамыз. Бұл бізде 5-ші қатар. 5-ші қатарды соңына дейін тоқып шығасыздар, өкше жағына дейін. Әрі қарай 6-ші қатарымыз бізде басқаша болады, қыздар.
Мінекей дәл өкшесіне келдім. Осы жерден біз жібімізді кесеміз. Қатарды былай аяқтау керек. Қараңыздар. Алдыңғы петляға күрчөгімізді кіргізіп, жұмыс жібін осы петлядан және бірден күрчөктағы петлядан тартып шығарамыз. Кішкене бүйтіп плавный қылып бітіру керек та бізге. Келесі қатар тоқыған кезде мына жер аса байқалмай қалады, қыздар. Енді бізге қазір өкше жағының дәл центрін тауып алуымыз керек. Табанмен ориентир жасайсыздар. Міне центрі. Осы центрге маркер қыстырып қойыңыздар. Центрден осы кезде бар ғой, қыздар, бір пинетканы бітірмей тұрып, екіншісінде тоқып алыңыздар. Дәл солай қылып, екіншісінде тоқып алыңыздар. Потому что бізге уже мынандай түйме тағылатын жерін жасау керек болады да. Біріншісін тоқып алсаңыздар, екіншісінде қате кетіп қалуы мүмкін. Осылай жасап алғаннан кейін не қарайсыздар. Мынау бізде пинеткамыздың ішкі жағы сәл ойық болып келген. Ал мынау сыртқы жағы. Осы сыртқы жағынан бастап біз қазір тоқимыз. Екеуінде сырт жағынан болу керек. Так, мынаны былай қоя тұрамын. Мынау мен тоқып атқаным. Маркер тұрған жерден бастап, мына жақ шетке қарай 8 петля санауымыз керек. Маркер тұрған саналмайды. Одан кейінгі мынау міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петля санадық. 9-шысынан бастап тоқимыз. Бұл бізде сол аяғымыз міне. Сол жақ аяғын тоқыған кезіңізде 8-ді санап аласыз да, 9-шысынан бастап тоқисыздар. Ал оң аяғын тоқыған кезде бұлай болмайды, қыздар. Қазір оң аяғымда көрсетеміз сіздерге. Жіптің ұшын ешқандай да байлаған жоқпын, тек осылай бірден петлядан өткізіп алып тоқымамды бастай беремін. Бір воздушная петля тоқимыз. Одан кейін ең бірінші столбик без накиданы қайтадан осы жерге тоқимыз, қыздар. 1 столбик без накида. Келесісіне екінші столбик без накида. Жіптің ұшын бірге қосып отырып тоқисыздар. Артынан жасырып отырмас үшін. 3 столбик без накида. Енді бізге алдын шығару керек. Алдының келесі қатары былай болады. Бізде 6-шы қатар. Алдында 3 столбикті еш өзгеріссіз тоқыған бізге. Енді осы жерге біз қазір қайтадан 4 столбик тоқуымыз керек. Міне 1. Бірінші тұрған столбиктің алдына біреу тоқимыз. Одан кейін 2, 3, 4. Осы 4 столбикті тоқуымыз керек. Ал осы 4 столбиктің алдында біз 2 убавка жасаймыз. 1 убавка және оның алдында мында екінші убавка болады. 2 убавка, 4 столбик, тағы да 2 убавка. Жаңа 3 столбигімді тауып аламын. Менде 1, 2, 3 столбик. Ең бірінші столбиктің алдына, жаңа айттым ғой, бірінші тұрған столбиктің алдына мына маркер қыстырып қоямын. Осы жерге бірінші столбикті тоқитын боламын. Ал маркерге дейін 2 қысқарту жасауым керек. 2 қысқарту дегеніміз ол бізде 4 петля. 1, 2, 3, 4 петля міне. Дәл келіппін. 4 петляны қысқартамын. Біріншісінен, екіншісінен жұмыс жібін өткізіп алдық. Үшеуін бірге қосып тоқимыз. Бірінші убавка тоқылды. Енді екінші убавка.
1 2 алтыншы қатарда біз 2 убавка ғана жасадық. Ортадағы 4 столбикті тоқимыз. 1 2 3 4 столбикті тоқыдық. Одан кейін тағы да 2 убавка жасаймыз. 1 2 әрі қарай еш өзгеріссіз әр петляға бір столбиктан тоқи береміз. Маркерді алып тастасақ болады уже. Біріккен жерінде міне мынаған тоқымайсыздар столбикті. Сәл бір қатар крючокты бір қатар төмен түсіріп, алдыңғы қатардан іліп алып тоқисыздар міне. Біріккен жеріміз осы петляның арасында кетіп қалды столбиктің. Мындай жіптердің ұштарын қалдырмай, артынан жасырам деп. Бірден тоқу барысында арасына қосып тоқып кетіңіздер. Міне қатардың басталған жеріне жетіп қалдық, е? Міне соңғы петляға тоқимын. Болды, осы жерден қатарымыз бітеді. Енді біз кері қарай тоқуымыз керек. Мына жерде арасы ашық болады бізде. Мінекей, осылай ашық болып тұру керек. Мына бір тілшігін түйме тағатын, оны ең артынан тоқимыз, бөлек. Сонда бізде былай болады қазір тоқу барысында. Мінекей, осылай болып тұрады. Келесі қатар тоқу үшін міндетті түрде бір воздушная петля тоқимыз. Тоқымамызды бұрамыз. Одан кейін дәл түбіне қайтадан осы жерге бірінші столбик без накида тоқимыз. Мінекей. 1. Міндетті түрде крючоктан кейінгі петляға маркер қыстырып қойыңыздар. Бұл маркер сіздерге қажет болады екінші қатар, келесі қатар тоққан кезде. Келесі қатарда ең соңғы столбикті осы маркер тұрған жерге тоқисыздар. Әр петляға бір столбик без накида тоқып шығамыз. Бұл бізде 7-ші қатарымыз. Осы 7-ші қатарда біз тұмсық жағынан соңғы убавканы жасаймыз. Так, есептеп алайын бірінші. Енді бізге ортасында қайтадан 3 столбик қана тоқуымыз керек. Міне бірінші мен екінші столбиктің арасына 1, 2, одан кейін 3 столбик. Соны белгілеп алайық, главный ортасын. Сосын екі жағынан убавканы жасай саламыз. Мінекей менде 1, 2, 3, 4 столбигім. Бірінші столбиктан кейінгі петля. 1, 2, 3. 3 петля болса, мына жағынан 2 убавка жасау үшін мен 4 петляны санап алуым керек. 1, 2, 3, 4. Так, қазір бір ғана
петля тоқимын. Так, мына үшеуін қазір. Осы үшеуінің екі жағына екі убавка жасаймын. Бірінші убавка. Екінші убавка. Ортасындағы үш петляны тоқимын. Бір. Екі. Және маркер тұрған жерге үшінші. Бір убавка. Екі убавка. Екі убавка жасадық. Келесі петляға бір-бір столбиктан тоқимыз. Ең соңғы петляға столбик тоқыдым. Келесі қатарды тоқу үшін міндетті түрде бір воздушная петля тоқып барып, тоқымамызды бұрамыз. Қайтадан осы ең бірінші тұрған петляға бір столбик без накида тоқимыз. Міндетті түрде біріншісін тоқып алғаннан кейін крючоктан кейінгі петляның үстіне маркер қыстырып қойыңыздар. Келесі қатардың соңғы столбигін осы маркер тұрған жерге тоқисыздар. Маркерді қыстырмасаңыздар, мына соңғы петляны жоғалтып аласыздар. Енді бұл плюшевый жіп қой, дұрыс көрінбейді. Мынаған столбик тоқылмай қалса, сіздерде мына тұрған жиегі ровный болып шықпай қалады. Алдында, тұмсығында енді убавка жасамаймыз, қыздар. Әрі қарай ешқандай убавка болмайды. Просто тігінен негізі өзімізге қажетті ұзындықта тоқып алсақ болады. Ал мен қазір айтам қанша қатар тоқығанымды. Қазір тоқу барысында айтам сіздерге. Әзірге ұмытып қалдым, мына қоңырда қанша қатар тоқығанымды. Әсіресе мына убавкалар жасаған жерде осы алдында петляларды тығыз-тығыз тоқуға тырысыңыздар. Әйтпесе убавка жасау барысында аралары бос болса, мына арасында үлкен-үлкен тесіктер қалып қалады мында. Сол себепті именно убавка тоқыған кезде тартыңқырап отырып тоқисыздар. Маркер тұрған жерге соңғы столбигімізді тоқимыз. Келесі қатар тоқу үшін бір воздушная петля тоқымамызды бұрамыз. Қайтадан осы бірінші петляға бір столбик без накида тоқимыз. Маркер қыстырып қоямыз. Бірінші столбик тоқып болған соң. Енді опытный қыздар бұл маркерді қыстырмай-ақ өздеріңізде білесіздер. Шетін ровно қылып тоқуда. Қанша қатар тоқығанымды мен қазір мұнан санай саламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Соңғы 12-ші қатар, жалпы 12 қатар екен. Біз қазір мінекей пинетканың іш жағынан тоқып жатырмыз, е? Ал соңғы 12-ші қатарымыз біздің сырт жағынан тоқылып біту керек.
Әрі қарай ешқандай қиындығы жоқ қыздар. Паузаны басып қойып, өздеріңіз сол 12 қатарды тоқып шықсаңыздар болады. Тігінен тоқып шығасыздар. Міне қыздар, мынау менде 12-ші қатар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-ші соңғы қатар сырт жағынан тоқылып жатыр. Міне сол аяғын тоқыған кезде 12-ші қатар тоқыған соң жібімізді үзіп тастай берсек болады. Жіптің ұшын петлядан шығарып алыңыздар, тарқатылып кетпес үшін. Ал мынаны иненің ұшымен бірден көрсете салайын. Міне сол аяғын тоқып болдық, е. Енді қараңыздар, бізге түйме салатын жерін жасау керек. Мына жерге қосымша тағда 4-5 қатар тоқуымыз керек. Сол аяғын көрсетейін. Міне, екеуі де сол аяқ. Мінекей, біз қазір отдельно осыны тоқып аламыз. Биіктігі дәл менікіндей болса, онда 6 столбик без накида тоқуларыңыз керек мына шетіне. Мына жерге бірінші болса, біріншісі тоқылса, ең шетіне 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоқылу керек. Егер менікінен биік болатын болса, 8 немесе 10 деп, самое главное, жұп қылып ала бересіздер, қыздар. Шөбімізді жалғаймыз. Ешқандай түйін демеймін, мен бірден крючогымды кіргізіп, жұмыс шөбін тартып шығарамын. Мына жіптің ұшын тоқымама қосып, бірге тоқып кетемін. Бір воздушная петля. Қайтадан осы жерге біз қазір бір столбик без накида тоқимыз. Бірінші столбигіміз 2, 3, 4, 5 және 6-шы. Келесі қатарды тоқу үшін бір воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз, екінші қатар тоқимыз. Дәл түбіне бірінші столбик без накида. Келесісіне 2, 3, 4, 5 және 6-шы столбик без накида. Міне 6 тоқыдық. Үшінші қатар тоқу үшін бір воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз. Осы үшінші қатарда біз түймеге орын қалдыруымыз керек. Екеуіне 2 петляға 2 столбик тоқимыз. Міне түбіндегі біріншісіне 1 столбик без накида, екіншісіне тағы да 1 столбик без накида. Одан кейінгі 3 пен 4-ке біз тоқымаймыз. Ол түймеге орын болады. Ал жоғар жағынан 2 воздушная петля тоқимыз. Міне 3-ші, 4-ші болып есептеледі бұл. Енді 5 пен 6-ға тағы да 1 столбик без накида тоқып шығамыз. 5-ші және 6-шы столбик без накида. Мінекей, түймеге орын қалдырдық. Соңғы қатарымыз 4-ші қатар. Воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз. Ең түбіне 1-ші столбик без накида. Одан кейін 2-ші столбик без накида.
3 пен 4-ті осы тесіктің өзіне кіргізіп отырып тоқи салсаңыздар болады. Одан кейін 5 және 6-шы столбик без накида. Артық жіптердің ұштарын кесіп тастаймыз. Мына жібімізде болды. Жіптің ұшын петляның ішінен шығарып алыңыздар, тарқатылып кетпес үшін, сосын иінемен жасырып тастайсыздар. Неке дайын болды. Артық шығып тұрған жіптеріңіз болса, барлығын иінемен жасырып шығасыздар. Біреуін болды. Қазір мен сіздерге екіншісін қалай тоқылатынын көрсетемін. Сол аяғы. Оң аяғында біз мына жақ шетінен бастап тоқуымыз керек. Маркерден кейін 8 петля санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-шіден бастап тоқимыз. Сол аяғын тоқыған кезде біз 9-шысынан бастаған болатынбыз. Екеуінің айырмашылықтары осы жерлерінде. Шатастырып алмаңыздар. 8-ші петлядан жібімізді жалғаймыз. Қайтадан осы жерге бір столбик без накида. Келесісіне екінші столбик без накида. Осылай тоқи береміз. Ана тұмсық жағындағы убавкаға дейін. Тұмсық жағында біз убавка жасаймыз. Біріктірген жерінде қатарда, мына тұрған үстіңгі петлядан емес, астыңғы қатардың петлясынан алып тоқисыздар. Убавканың бұл бізде 1, 2, 3, 3-ші қатары. 3-ші қатарда қараңыздар, мына 1-ші қатарда дәл ортасында бізде 4 столбик без накида болды. 2-ші қатарда дәл ортасында бізде 3 столбик без накида. Келесі 3-ші қатарда бізде қайтадан дәл ортасында 4 столбик без накида болады. Міне біздің 1, 2, 3 столбигіміз. Осы 3-ші столбиктің алды. Мына жаққа маркерді қоямын. Осыған дейін қазір мен 2 убавка жасауым керек.
Міне, бірінші, екінші қатарда 3 убавкадан жасадық. 3 убавка. Енді үшінші, төртінші қатарларда біз 2 убавкадан жасаймыз. Мына жерде төртінші қатардың убавкасы салынбай қапты. Бұлай болады. Мында тағы бір убавка болады. Екі убавка, ол бізде 4 петля. 1, 2, 3, 4. 2 столбик тоқуым керек кіз. 1, 2. Так, бірінші убавка. Екінші убавка. Ортадағы 4 столбикті тоқимын. 1, 2, 3, 4. Және келесі екінші жағындағы 2 убавканы жасаймын. 1, 2. 1, 2, 3. Міне ең соңғы петляға тоқыдым. Келесі қатар тоқу үшін бір воздушная петля көтеріп, тоқымамызды бұрамызда кері қарай тоқимыз. Дәл түбіне бірінші столбикті тоқуымыз керек. Так, бізде тағы да соңғы төртінші қатардың убавкасы бар. Ортасында 3 столбик без накида болу керек. Ол үшін 4-еуін тауып аласыздар. 1, 2, 3, 4. Мен осылардың арасында болады. Мына жерде бізде столбик болады. Яғни мына петляға дейін мен қазір 2 убавка жасауым керек. 1, 2, 3. Тақнан тарқатайын. 4 петля. Бірінші убавка. Екінші убавка. Ортадағы 3 столбик без накида. Одан кейін тағы да 2 убавка. Әрі қарай қатарды соңына дейін тоқимын. Неде келесі қатар тоқимын. Енді дәл түбіне бірінші столбик тоқылады. Әрі қарай қыздар, ешқандай өзгеріссіз паузаны басып қоясыздар да, дәл ана бірінші пинетканы тоқыған сияқты 12 қатар тоқып шығасыздар. Мен де қазір 12 қатар тоқимын. Одан кейін әрі қарай бірге жалғастырамыз қыздар. Соңғы 12-ші қатар. Неге қатардың соңына келдім. Енді бізге жіпті үзбей қойсақ болады. Себебі оңай ғой. Бірден мына жаққа түйме тағатын орнын тоқып кетеміз. Так, соңғы столбикті тоқығаннан кейін мына жерге түбіне бір столбик тоқуымыз керек. Столбик без накида. Бұл бізде біріншісі. Одан кейін 2. Алты тоқуымыз керек. 3. 4. 5. Міне соңғы 6-шысы. Бір воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз.
ең түбіне бірінші столбик без накида тоқимыз. Одан кейін екінші, үшінші, 4, 5 және ең шетіне 6-шы столбик без накида. Воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз. Үшінші қатарда біз түймеге орын қалдыруымыз керек. Бірінші столбик без накида, екінші столбик без накиданы тоқимыз. 3 пен 4-ті тоқымаймыз, тек үсті жағынан 2 воздушная петля тоқи саламыз. 3 және 4. Астында екеуін қалдырып кетеміз да 5 пен 6-ға столбик без накида тоқимыз. Бір воздушная петля, тоқымамызды бұрамызды, соңғы қатарымызды тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, соңғы столбик без накида. Жіптің ұшына петлядан өткізіп аламыз да жасырамыз. Неке дайын болды. Мына жақтары қисайып тұрса, уайымдамаңыздар, дұрыс шықпай жатыр деп, бұл қолмен түзелетін зат қой. Кішкене үтіктің буымен отпаривать етіп, әдемі форма беріп қойсаңыз болады. Үтікті аяқ киімге, пинеткаға қатты тигізбейсіздер, сәл тигізбей, кәдімгі парын шашып жіберіп, мына жағына қолыңызбен әдемі формасын беріп дүзеп қойсаңыз болады. Одан кейін қараңыздар, мында әуре ашық тұрған жері, егерде алдына қарай қатты кетіп қалған болса, мына жақ шетіне қарай кетіп қалған болса, сіздер сәл берірек тоқсаңыздар да болады. Біз артын, ең ортасын маркермен белгілеп алғаннан кейін 8 петля санадық қой, сіздер 7-ші немесе 6-шы петлядан да бастасаңыздар болады. Жалпы мен пинетканың тоқылу жолын көрсетіп кеттім. Әрі қарай өз қалауларыңызша түрлендіріп өзгерте берсеңіздер болады. Неше түрлі басқа түсті жіптермен сыртын обвязка жасап, мына жиектерін обвязка жасап әдемілесеңіздер болады. Одан кейін өздеріңізге ұнайтын кез келген түйме таға бересіздер. Мінекей, баланың аяғын сәл қысып тұрсын десеңіздер, мына тобық жақтарын қысып тұрсын десеңіздер, түймені артқа қарай тігесіздер. Егер бос тұрсын десеңіздер, онда алдыға қарай тігерсіздер. Түймесін тігіп болған соң, одан кейін кез келген осындай бір декоративный биркаларды тағып қойсаңыздар, пинеткаларыңыз өте әдемі болып шығады. Осы жеріне тағуға болады, мында тағуға болады. Алдына немесе мына жақта как угилар сияқты артына тағып қойса болады, қыздар. Пинеткамыз дайын болды. Қараңыздар, мен биркасын тігіп қойдым, түймелерін тігіп қойдым. Мінекей табаны, бұл 1 жасқа дейінгі балаларға арналған ғой. Кішкентай балаларға, өздеріңіздің балапандарыңызға, іні қарындастарыңызға тоқып берсеңіздер болады. Әжелер өздерінің немерелеріне деген сияқты, және де қыздар, бұл пинеткаларды сыйлық ретінде сыйласаңыздар да болады. Қараңыздар, қандай сүйкімді, ерекше және өте стильні көрінеді. Мына жіптің әр түрлі түстері бар. Қалаған түспен әдем-әдем пинетка шығарсаңыздар болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды, қыздар. Соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Видеоны аса лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізге болады. Және де қыздар, міндетті түрде өз жұмыстарыңызбен менімен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Мен үшін ол өте маңызды екенін білесіздер. Мен өзімнің контактыларымды
Инстаграм парақшамды, WhatsApp номерімді осы видеоның астында описаниеге қалдырып кететін боламын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза бересіздер. Көрген кезде міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.